Оқу жылының алдында көмекке мұқтаж оқушыларды қолдауға бағытталған жалпы республикалық мектепке жол акциясы біздің облыста 9-шы жыл өткізіліп келеді. Биыл акция менің таңдауым балаларға көмек көрсету ұранымен өткенін еске саламыз. Облыстың шағын және орта бизнес өкілдері, кәсіпорындары, мемлекеттік қызметкерлер, облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, ұстаздар ұжымы, үкіметтік емес ұйымдар, ата-аналар жыл сайын дәстүрге сай биыл да аянып қалмады. 21.376 балаға көмек көрсетілді. Бұл акцияны ұйымдастыру барысында арнайы іс-шаралар жоспары жасалынды. Осы іс-шаралар жоспарының аясында көптеген шаралар қолға алынды. Соның ішінде әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуетін пайдалана отырып, барлық облыстағы бұқаралық ақпарат құралдарында осы акцияға қатысуға үндеу ақпараттар орналастырылды, арнайы буклеттер таратылды, және барлық мемлекеттік органдар, басқа да кәсіпорындарға арнайы хаттар жолданды. Аз қамтылған көп балалы отбасылардан шыққан және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған оқушыларға жалпы сомасы 150 миллион теңгеден астам қаржыға материалдық көмек көрсетілді. Демеушілердің арасында белсенділік танытқан ішкі істер департаменті 5 миллион 500 мың, Трансэнергия акционерлік қоғамы 900 мың, облыстық спорт басқармасы 440 мың теңгеге қолдау білдірді. Көмек, қандай көмек? Әрине ол мектепке қажетті құрал жабдықтар, киімдер, яғни баланың мектепке дайындығына қажетті барлық құралдармен қамтамасыз етілді. Енді бала басына шаққанда бір балаға егер 150 мың теңгені бөлсек, 7 мың теңгенің шамасында осындай көмек берілді. Ал аудандар арасында Темір, Шалқар, Хромтау алға көшбасшы. Бұл аудандарда акция жоғарғы деңгейде ұйымдастырылады деп баға берді білім басқармасы. Жалпы республика бойынша акцияны белсенді өткізген Ақтөбе өңірі Алматы, Астана мен Тараздан кейін 4-ші орында тұр. Лағат Арғынұлы, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.